Бұл бір болған уақия қауым пісікте, болады екен барлығы да жігітшілікте. Қауын құрлық мода болды сол күндері, бос қалмады біздің ауылдың жігітлері де. Түніңменен шығады екен қарақшыдай, үйінде отыра беруге тақаты болмай. Бірінші болып шығады екен бақадыр, бір ысқырса қалғаны да жиналар екен. Солай етіп бақадырың бір ысқырыпты, Манас тәңір әмде саламат шығыпты. 5-10 минут ойласыпты, құрып алған соң Абатбайдың аты ізіне жол тартыпты. Ішіндегі командирі бақадыр екен, команданы бұйрықты сол береді екен. Саламат сен қарауыллап тұрасаң депті, біздер іштен қауын ұрлап шыққанға шекем. Бірінші болып бақадыр өтті тесіктен, не дегенмен командир ғой маңлайға тіккен. Манас өтіп алды қалтырап қорқып, тәңір еле өт алмай жүр ешекте үркіп. Бақадыр еплеп-сеплеп өткеріп алды, бұққышлап атызға қадем таслады. Қарбызларды шертіп көріп қауынды искеп, піскенін піспегенін көре баслады. Саламаттың көзіне бір қара көрінді, һәм бұларға қашыңлар деп сигнал берілді. Абайсыздан бұларда албырап қалды, ілінгенін алып қашты, қалғаны қалды. Бір-біріне мірәт етіп қолларын жайып, сыйласықлы болып еді кірер уақытта. Тарбай ақлап тұрмасып шығылып тайып, сыймай қалды тесікке шығар уақытта. Тарбай ақлап тұрмасып тек алға басты, ақырында қораны арқалап қашты. Қашып құтылғанын білген соң олар төртеуде дем қалып өкпесін басты. Іздедік қой жоралар сонша минетті, жеп алайық енді мына түйнекті деп бақадыр ортаға әкеліп қойса, ұрлағаны түйнек емес кесек боп шықты. Тәңірдің алғаны елеп піспеген, Манастың алған қарбызын порсық жеп кеткен. Бос кеткен соң сонша минет, сонша уақыты, бар айыптың барлығын саламатқа тақты. Бұл бір болған уақия қауым пісікте, болады екен барлығы да жігітшілікте.